Бағдат Кук кім? Алматыдан келген ұйғыр немесе өзбек деп айтып жүрген. Қазақстанның алғаш президентіне ас берді. Пілдің мұрнынан қазы істесең де болады, пілдің құлағынан бешбармақ істесең болады. Адам деген Атырауға көшеді ме содан кейін? Ой, сен аспазға оқуға түстің бе? Это же типа несерьезная профессия болып есептелді. Принциптер бар ма? Нан істемеймін, нан жасамаймын. Ақшасына можно деп. Көп көсіне умамы или уже? Сен бір сақтай алмайсың, айтып қоясың бәрін. Қолында барлан сен де беріп қоясың. Сәлем достар, менің атым Абай Амиров, бұл Айта берсін жобасы. Сіздерге біріншіден айтып кететім, мың алғыс, бірінші бөлімді сіздер өте қатты қолдадыңыздар. Сондықтан біз жалғастырамыз. Бүгін екінші бөлім, және де арнайы кейіпкеріміз кішкентай кезінен бастап актер болуды армандаған. Бірақ кезінде бір сәт болып өмірі өзгерді. Дәл қазір аты шулы, танымал, аспаз, бас аспаз дейміз. Бағдат Кадыров. Немесе Бағдат Кук. Ассаламағалейкум, Бағдат. Алейкум, Абеке. Қош келдіңіз. Көрдік. Рахмет. Біз деген сұхбатты бастамас бұрын кейіпкер туралы ақпарат іздейміз. Қай жерде не істедіңіз, қай жерде сұхбат бердіңіз. Гуглге жаздым мен, Бағдат Кадыров, Бағдат Кук, GPT-ден сұрадым, іздемеген жерім жоқ. Сондықтан дәл қазір біздің киелі сұрақ, традиционный вопрос дейді ғой. Кадыров немесе Бағдат Кук кім? Сіздің позиционирование дейді ғой. Сол туралы айтып кетсеңіз. Есім Бағдат Кадыров Талғатұлы. Жасым 33-те, Атырау қаласының тумасымын. Руым шеркеш, ұлтым қазақ. Көбісі мені басқа ұлттың адамы деп ойлайды. Атырауда осыдан 1-2 жыл бұрын енді Атырау халқы танып бастап кезде Алматыдан келген ұйғыр немесе өзбек деп айтып жүрген екен. Бірақ мен Атыраудікімін, Атырауда туып өстім, мектепті оқып, 9 бітіріп, Алматыға оқуға түсіп, сол жақта қалып, өзімнің қазіргі мамандығымды сол жақтан таңдап, жұмысым жасап, біраз шетелдерде тәжірибе алмасып, кейін осы 5-6 жыл көлемінде кері өзімнің еліме оралып, Атырау қаласында мейрамхана саласының кәсібін дамытып жатқан жайым бар. Ал енді мен кім десеңіздер, мен өзімді бас аспаз, және де осы тамақ саласын, тамақ индустриясын дамытып жүрген бас аспаздардың бірі деп есептеймін. Себебі мен егер жай ғана аспаз болатын болсам, өзімнің зарплатымды алып, айлығымды алып, процентімді алып, тірлігім жасап, ешкіммен бөліспей, өзіммен өзім жүре беремін. Бірақ мен ондай өмірде емес, мен сондай бір андай суета дейді ғой, шабыс, туда-суда, бәрі таныды, движение, чтобы не просто повар, чтобы адамдар білетін, ана тамақ пісіретін аспаз ғой. Қазір енді Инстаграм соцсет қатты дамып жатыр. Турцияда мықты мысалы аспаздар бар, өздерінің личный брендтерін дамытып кетті. Өздерінің елдерінде өзінің бір тарихын қалдырып кеткен, как Нусрет, Борак сияқты. И менде де сондай бір осы аспаз арқылы осындай дәрежеге жетуге болады деген өзімнің дәлелімді через Инстаграм арқылы. Сол өзімнің көбісі ойлауы мүмкін да, мынау ішкен жегенін, барған типі заттарын, кеткен жетістіктерін көрсетеді. Ол осы аспаздықтың арқасында. Осыған 10 жыл бұрын, 15 даже мен мектеп бітіріп жатқан кезде менің айналамдағы адамдар: ой, сен аспазға оқуға түстің бе? Это же типа несерьезная профессия болып есептелді. Бұрын типа сен экономист болуың керек, минимум там финансист болуың керек, юрист, деген сияқты, мұнайшы. Все, басқа мамандық білмейді. Электрик, сварщик, там повар и кондитер, эти типа как временно андай үшінші сорт адам болып есептелетін болды. Қазір барлық жерде востребованный повар, дұрыс повар жақ, вы сами занимаетесь ресторанным бизнесом, ресторанный бизнес сейчас в данный момент очень текучка. Күнде бір адам өзгереді, күнде бір адам. Нормальным поварда ұстап қалу қиын. И то же самое электриктен де проблема, ремонт жасақтан керек, сантехник, үйге бәрін тоже вот бұрынғы айтқан заттардың бәрі қазір очень востребованный болып жатыр. И соның
арқасында параллельно я начал вести свой Инстаграм во время карантина. Оған дейін менде Инстаграмда подписчиктер болды, но я тогда был неактивный. Ол кезде жаңа сіз айтып кеттіңіз, ит қауып алды деп. Я мектеп кезінде мен бір андай танымалдыққа, мені адам білсе екен, мені таныса екен, мен телевизорден көрсетсе екен деген. Сондай арман болды. Арман болды. Мақсатқа жеткің келіп, кішкентай кезінде мектеп оқып жүрген кезде, чтобы мен андай бір центр внимания дейді ғой, сондайды қатты жақсы көрдім. Билеймін, тойларға барам, өлең айтамын, сондай шығам, сондай бір қызық болды да маған. Я, достар, сұхбатымызды жалғастырамыз. Дәл қазір біз Infinity Mall'дың екінші қабатындамыз. Кухня Марии және Смек керемет алаңында, ас үйінде. Ас үй студиясы. Ас үй студиясы, я. Бағдат, Кук, Топ 5 ресторан Атырауда. Дәмді тағам жағынан. Я, интерьерді айтпаймыз, тек қана тамақ жағынан. В каком плане? Именно вкусно, сытно или как профессионал ретінде, как подача или сочетание блюд? Сұрақты қиындату деген осы. Просто Бағдат Куктың топ 5 рестораны Атырауда. Без разницы, вот ішіңізде жүрегіңіз не айтып тұр? Часто баратын өзімнің, постоянно Бейкериске барам. Бейкерис бір, сосын. Нұрлан Мырзаның проекттері өте топ. Всегда это на высшем уровне, хоть в Дубае, хоть в Астане, Астана и везде. Екінші ресторан Сарқыт, так как менің досым ол жақта жұмыс жасайды. Бәкең, ассаламалейкум. Осы рейтингте достарыңыздың бәрін айтайын деп тұрсыз ба? Ну, есть достар, но дос еместерде бар. Хорошо, окей. Бейкерис, Сарқыт. И сосын всегда постоянно во время работы там ет-маркет пен CG-дің ортасында всегда я не успеваю. Просто өзіміздің мейрамханалардың тамағы уже мен бәрін жеп болдым. Мне охота каждый день что-нибудь такое по-домашнему. И мне вот по кухне иногда вот люблю завтракать быстренько. Андай үйдегідей сияқты келіп тамақ жеп кеткен. Это Насиха базарының астындағы Travels. Travels, ага. Да. Потом часто баратын, вот жақында ашылған Мартинс. Мартинс. Да. И бесіншісі. Қазір бәрін айту керек болады, негізі все со всеми знаком, бәрімен жақсы араласам. Просто реально барлық жерде жақсы, но везде есть свои минусы. И плюсы. Плюсы. Ну, семьямен баратын жерім ол авангардтағы Хачапури. Хачапури, тетушка Марико. Там реально вкусно. Вот. Келесі сұрақ. Біз деген ресторанның мәдениетіне Атырауда қашан жетеміз? Көбісі деген тойхана мен восточка форматында ашылып жатыр ғой. Бірақ андай Алматы, Астанадағы үлкен форматты... Типа как в стиле бистро. Ол үшін біздің халық менталитет кішкене ресторанный бизнестарды, жаңа басқа да мейрамханаларды көбірек ашып, халықтар соған барып, үйреніп, кішкене адамдардың кругозоры дейді ғой, сондай үлкейгенде ғана түсінеді. А так, даже біздің мейрам, даже мы тоже хотим открыть такой минимализм, такой пафосный, более такой мишленский ресторан. Менің идеям көп, мен бір нәрсе жасағым келеді, бірақ идея бар өзі ресторанды ашу. Алда уақытта бар. В скором временем об этом узнаете даже деп па? Эксклюзив, достар. Ешкім білмейді оны. Реально негізі бір планда бар. Бір жерден бір звонок күтіп отырмын. Егер сол звонок я десе, бір 4 айдың ішіне құттықтаймын бәрі. Осы ютубты қарап отырсаңыз, соғыңыз Бағдатқа. Күтіп тұр ол кісі. Жоқ, ол кісіге айттым негізі. Ол кісі пока ойланып жатыр. Он пока сейчас в Европе. Он приедет в Казахстан. Бірақ жоспар бар. Жоспар, бизнес-план бәрі тұр. Жақын арада хабар күтеміз. Хабар күтеміз. Бірақ эксклюзивті түрде да, бірінші түн жамылып тұрмын, сіздерге айтып жатырмын. Біраз көбісі білмейді, просто андай сақтап жүрмін. План өткенде Алматы, Астанаға барып келіп жатқан сол
там идет у меня сейчас переговоры, такие там бизнес-планы туда-сюда. Келесі сұрақ. Обязательно, кстати, да, ашатын болған кезде у меня будет такой мини-дегустационный сессия, да, это как food кейтеринг деймін ба, қалай там, именно бірінші списокта сізді жазып қойдым. Атырауда блогерлер бар ғой, бірақ сізді мен білем, да, там в ресторанном бизнесе именно. Тамақ көп жейтін блогерлер. Хорошо разбирайтесь, да. Именно сіз барсыз, тағы да бір 2-3 блогер бар, болды, қалғандарын көбісін шақырмаймын. Хорошо. Я обиделся на всех, типа. Келесі сұрақ өте маңызды. Қиын болуы мүмкін, бірақ сұрауға тиіспін. Мен өзім де ресторатормын ғой. Және де қасымдағы бизнесмен достарым арасында көремін де. Жұмысқа алған кезде қазақ поварлары, аспаздары, экспат аспаздарға қарағанда төмен алады айлығын. Сол тренд туралы не ойлайсың? Да, ол барлық жерде. Италиядан әкелу үшін қазақ баласын солай неге көтермеймін? Неге сол? Просто біздің, но сейчас қазір вот соңғы 2-3 жылдықта более-менее оларды уже құрметтеп сыйлап бастады. Осыдан 5 жыл бұрын Алматыда, Астанада жұмыс жасап жүрген кезде бір жақтан бір итальянец, испанецтарды әкеледі, зарплатасын $5,000 қылып қояды. Біздің қазақтар $1000 да жетпейді, там $500, $600 әкеледі. Да. Просто видите, менталитет андай қалыптасып кеткен, шетелден келеді, болды, ол мықты деген сияқты. Бірақ біздің қазақтардың да ішінде мықты аспаздар бар. Қазір сол үшін бірақ қазір өзгерді ма? Менше бар сияқты ғой. Жоқ, бар, так осталось. Алматы, Астана жақтарда өзгерді адамдардың мнениясы, ресторатор, инвесторлардың мнениялары өзгерді. Сол үшін всегда айтатын сол жас аспаздар, қазіргі осы аспаздыққа желаниясы бар, өзін такой дамытқысы келетін, өзінің личный брендін дамытқысы келіп, дальше больше мен осы аспаздықтан бір пикқа жетем. Аспаздардың вообще у шеф-поваров нету пика. Например, если сіз неде органда істейтін болсаңыз, пик там генерал аласыз, все, там, вы все сделали. А у шеф-поваров такого нету. Сен Мишлен аласың, не хочешь дальше, больше, там, что-то делать, поехать, там, отучиться в Мадрид, в Европу. Пенсия дейтін жоқ. 60-қа келсең де, 70-ке келсең де плитаның қасында тұрасың, беліңде грыжа болады, шашың түседі, нервный срыв болады, но ты от этого кайфуешь. Я вот в Алмате 2 дня подряд не спал, там были очень важные банкеты были, но ана қонақтар келіп тамақты жеп, бага, красавчик, банкет дерзкий вот, туда десерт хурмай вообще улет болды деген кезде, мен шаршағанымды, целый день бүйтіп тұрғанымды бәрін ұмытасың ғой. Такой сондай моментте я реально кайфую. Ол жерде ақша емес, не емес, адамдардың сол тамақты жеп, эмоция алғаны мне вот реально радует, да. Мен содан ләззат аламын. И следующий банкет хочу одан да мықтырақ жасауға. Что-то идея. И соны өзімнің іштегі аспаздарыма айтамын. Жұмысқа келдіңдер ма? Повар ол бір жетістікке жеткелерің келсе, просто так емес, там взял бестроганов, сливки налил, мясо пожарил, отдал, все. Надо с душой делать. И өзіңнің личный брендіңді қазір соцсет қатыда, TikTok, Instagram, там, не знаю, YouTube, солар арқылы развивать ете берсең, сен бір личный бренд болып қалыптастырасың. И сені уже не только там с өзіңнің рестораныңда, и айналаңда адамдар біліп бастайды, аудитория жинайсың, и жаңағы неше түрлі конкурстарға барып, бірінші, екінші орын аласың. И сөйтіп адамдардың біздің Қазақстандағы именно ресторанный бизнестегі инвесторлардың, рестораторлардың мнениесін өзгертесің. То же самое, мысалы, осыдан 10 жыл бұрын я был никто, мысалы, да, просто повар, там, работал в Алмате в одном заведении, ресторане, ассорти, но я не останавливался, работал, пахал, анда бардым, анда Европаға, Россияға, Москва, Питер, даже Москвада, Санкт-Петербургта жұмыс жасап жүрген кезде до того мен ол жақта
не спрашивал, сколько зарплата будет платить мне. Мне было туда пойти просто тек қана алға тоқтамайды. көріп та, қалай болады білмеймін. Даже у меня было последний ақшама хостелда тұрып, там 600 рубль ма болды. Последний 600 рубльімді барып, и на следующий день я спал автовокзалдарда ұйықтап жүрдім да. Жұмыстан түн 12-де шығам, тамаққа тойып шығам, автовокзалға ұйықтаймын, келесі күні жұмысқа келемін. И солай. Алланың қалауымен үстеп сынақтардан әкеліп, Бағдат Кук деп өзімнің личный брендімді қалыптастырып, қазір енді қолым Кукке жетіп жатыр. Қазір Бағдат Куктың эрасы ма? Эрасы басталып жатыр. Иншалла, басталады, әлде де басталады. И будет пик, короче. Супер, күтеміз, оны қолдаймыз. Обязательно шақырам, первый дегустатором будете вы обязательно. Мысалы, мен сені аспаз ретінде шақырғым келсе, жабық бір шараға, супер, VIP қонақтарға, сол қанша тұрады? Минимум $1000 басталады. Это зависит от адам саны. Жоқ, там адам саны максимум 10-15, такие банкеты, там на 100 человек, на 200 человек не делает. Хорошо. Начинается $1000. $1000 там могут быть это типа как обычный просто посиделка, там деловые встречи. Я организую там от себя авторские закуски, десерты и шоу от шефа. То есть это блюда всякие разные на открытом огне, деген сияқты. Иногда бывает, я выезжаю на рыбалку, на охоту, андай высокий должностағы адамдардың, и в сутки 500, 700, 800 тысяч. Зависит от сложности. Сол басқа қалаға. Атырауда у меня такие банкеты очень редко. В Алмате, в Астане и в Шымкенте. Часто даже Алматыдан келіп, аэропорттан шығып жатқан кезде звондап жатқан моменттер ол. Бағдат, ты что, улетел, завтра обратно вернись. Қайт. Келіп, қайтадан киімді ауыстырып, и на следующий день обратно улетел. Сондай болды да. Но это мне нравится. Я люблю свою работу. Люблю радовать людей, когда они получают гастрономический оргазм. Вот. Супер. Андай моменттер болды ма? Мысалы, шықпай қалады или ұнамай қалады, сен әкелесің и Бағдат, не ол? Было. Ондай прям жағдай очень плохоға дейін түскен жоқ. Были замечания. Там пересолены, не пересолены. Какие замечания могут быть? Қандай болды? Просто бывает, например, если надо сделать уху на костре или там стейки, шашлыки на живом огне, өзіңнің маринадыңмен уже болады, я сейчас сделаю так, бір өзіңнің планың болады, өзіңнің ойың болады, солай жасай алмай, уже енді не всегда бывает у вас там условия, андай там просто айтады, вот, типа домашняя кухня саған осы жерден пісір, стейки и шашлыки. И ты там что-то делаешь, притворяешься, там маринуешь, духовку и пісіресің, и ол кісілер жейді, что-то шашлык онша емес қой деп бар ғой. И ты сол кезде ренжисің. Пытаешься, короче, блин, условия жоқ қой енді. А ондай кісілерге сен айта алмайсың да. Условия берген жоқсың. Нет, условия берген жоқсың деген сияқты там. Кішкентай баланың сылтауы да ол, я этот приготовил не на костре, а просто на электрической плите. Надо было сказать, типа, или надо было что-то делать, типа, айтады да саған. И сондай моменттер, ондай моменттер из 100% было 5. Бірақ бір 5 па 4 оқып жүргенде итқа болды, я начал сильно заикаться. В школе очень сильно заикался, мынандай екеуміз сөйлесіп отқан сияқты, мен сөйлесе алмайтынмын, екі сөздің басын біріктіре алмайтын, типа, менің аты Бағдат деп андай айта алмайтынмын да, қатты қысылатынмын. Но Алланың қалауымен постепенно менің сол страхымды, білмеймін, бір
каким-то образом жеңіп бастадым. Көп адамдар маған инстаграмға жазады тоже, Бағдат, оказывается, ты тоже заикаешься. Менде қызым да, балам да, менде де жасым 35-те, 40-та, 50-де. А сен как, типа, мен айтамын? Соны қалай істедің и қаншама уақыт келді? Бірақ мен осыған дейін ата-анамның емдетпеген жері жоқ. Россияға да апарды, там речевая лечебница, неше түрлі кезінде, кішкентай кезімде неше түрлі жаңа емшілерге апарды. Но без результатны. Кішкене басылады, кері шығады андай бір стрессовый ситуацияда мен оны өзім түсініп алдым. Примерно қандай бағытта, қандай кезде болады. Если когда вот утомленно работаю, стрессовый момент, работа много, суета, кипш болып кеткен кезде, мен уже нервный системаларым уже болады. Мен даже андай бір нәрсе айтқым келеді семьяма, әйеліме, и все уже ойымды алады, и уже все, заикание. Оказывается, надо человеку просто чуть отдохнуть, успокоиться и вообще андай ғой, переживать етпеу керек. Ойыңда қалай бар, солай. Ал егер сен мысалы қазір мен шығам, мен осылай айтам, бүйтем, сөйтем десең, и уже сенде уже миыңда мына ойыңның бәрі адасады, и не айтарың білмейсің, тұтығып бастайсың. Даже обычный тұтықпайтын адамның өзі де публикаға шыққанда тұтығып бастайды ғой, жаңа страх береді. А мен кезінде мектепте класстастарымның алдына шығып сөйлеген кезде қатты тұтығатынмын. Не только там новое окружение. Даже өзімнің класстастарымның алдында ойым жеткізе алмайтын. Сол кезде қатты ызаланатынмын. Мен сақауымын, тұтығам, я вообще ни с кем не общаюсь. Достарым да жоқ болды, особо бар ғой. И сөйтіп алған қалуымен осы Алматы оқуға түстім, айналам вообще новый адамдар. Вообще ол кезде сложно болды. Бірақ өзіме андай уәде бердім, Бағдат, бұл да сенің бір фишкаң. Типа Аллах тағала сені қалай жаратты, солай сен өзіңе не істемеуің керек, типа өкінбеуің керек. Болды, мен қолымнан ештеңе келмейді, болды, мен сақауыммен сөйлей алмаймын, болды. Қалай бармын, солай сөйлеп бастадым. И осы инстаграмға келуіме такой вот, типа бәрі айтады, сен блогерсің, танымалсың. Я себя блогером не считаю. Мен өзімді осы именно салаға келгенім болды. Позиционирование сондай. Инстаграм тек қана инструмент. Блогер емес. Инстаграм, мен блогермін деп есептемеймін. Мен инстаграммен бір қатты особо бір зарабатывать етемін деп айта алмаймын. Но рекламалар келеді, базар жоқ, түсіремін, да. Но менің бірінші мақсатым ол повар болу, тамақ пісіру. И сол пісірген тамағымды инстаграм арқылы көрсету. Мен бір инстаграмға өтетін контент, жаңа бір хайповый просмотр үшін жүргізбеймін. Мен қандай информация жаңағы айтқым келеді халыққа, чтобы адамдар білсін, көрсін, чтобы осындай нөлден бастап адамдар оказывается осындай уровеньға жетуге болады. Жаңа айтып жатырық, елбасынаға дейін тамақ пісірдім да, ол менің өзімнің тамақ пісіруге деген желаниемнің арқасында да. Бірақ жаңағы комплекс саған әсер еткен жоқ, тұтығып сөйлейтіндей. Басында әсер етті, но как-то андай айтады, өз-өзіңді жеңесің дейді, мен солай жеңіп бастадым. Қанша уақыт кетті соны жеңу үшін? Білмеймін, точно не знаю, әлі күнге шейін де бар, бірақ ондай степень емес. Мен оны уже как бы андай, мен сақауымын, мен заикаюсь деген жоқ. Мысалы, кейде даже сізбен сөз қону бар, мен уже как бы оны бір болезнь, или как будто менің бір минусым деп есептемеймін. Болды, кейде тұттығатын сөздерім бар, бірақ сол сөздерімнің басқа сөзін айтып жіберуге тырысамын. Синонимын. Кейбір әріптер қ деген сияқты әріптерді, кейбір сол сөздің орысшасын айтып жіберемін, кейде бар ғой. Чтобы ана әріпке заикание болмау үшін. Сен опытында ең қиын немесе ең нашар клиент қандай болды? Нашар клиенттер в основном были на свадьбе. Андай 300-400 адам заказ береді. Массаға жасайсың ғой? Массаға жасайсың. Массаға жасаған кезде у тебя качество жоқ, ты уже на конвейер работаешь. Они с тебя требуют как порционные тамақтар сияқты. Например, хрустящий баклажан, чтобы было такие горячий, да? А ты представь, 400 человек сидит, каждый ты должен порционно давать, чтобы это салат был горячим. Или то же самое, там, не знаю, салат с рукколой, или там, не знаю, там, хрустящий баклажан, чтобы был таким
хрустящим, как фритюрдан шыққандай. Ну, такое не бывает. Сен уже 400 адамға заранее 1 сағат, 2 сағат бұрын пісіресің и сразу залға бересің. И сондай клиенттер болады да. И бывает андай айтпайсың. Айта бермін потом. Ақшасы бар кісілер. Там все, бүкіл жағдайы бар. Вилла, не вилла. Ну, были это было давно и неправда деп в Алмате. Бір 10 мың теңгеге, 5 мың теңгеге кейде там болады. Сен бауырсақ пісірдің, что-то бауырсағың суып қалды. Сенің там гонорара 5000 беру, короче. Да, блин, мелочь қой ол, равно, ничего страшного же там, ё-моё. Сондай клиент әйел адамдары болды. Мен сол кезде там бывает, блин, ты стараешься, всю ночь не спишь, бауырсақ қоясың, нан пісіресің, қазы пісіресің. И бір какой-то мелочь қандай, даже ол андай, ну, мелочь емес, даже там, просто не ғой енді, ол андай глобальный. Да, андай типа бір мелочьті даже. Ол кісінің 5000 теңгесі бермей қалған деген ұят та. Даже я такое не делаю. 5000 теңге для них это, наверное, мелочь, наверное. Бірақ сондай кісілер, сондай мелочь нәрсеге қатты мән берген кезде ішің удай ашиды да. Каждый даже келеді, чек сұрайды. Зачем ты, да, продукт сұрайды. Зачем ты мынаны алдың, деген можно было купить. Там дешевле же деген сияқты, например, да. А ты же закупаешься, өзіңе қалай ұнайтындарын аласың, по качеству там. Да. Почему ты там қазан, например, в мясных маркетах стоит 4500, на базарах стоит 3800. Короче, солай сен жұмысына аласат олар. Да, сондай клиенттер болған кезде уже сен уже с первого дня с банкета уже болды, уже қолыңнан бәрі келмей. То десерт не получается, то анау шықпайды, то мынау шықпайды. И все, короче, бычыт болады, да. И максимально старайся. Бағдат, ты уже взялся за это, давай доделай до конца деген сияқты. Бітіртсейсің. Ашуында бас. Да, келген қонақтар уже тамақтарын жеп тұрады, бәрі нормально болады, ұнатып тұрады. Бірақ хозяйкасы, ну да, было вкусно, да, ну типа не фонтан, но типа брызги есть деген сияқты ғой. Сондай кезде ішің удай ашиды. А есть такие клиенты, атын айтпай қояйын. 6 адамға тамақ жасадым, ол Атырауда болды, короче. Атырауда болды менде. И просто 6 адамға жасадым, тамақ қой, тамақ болғанда обед там. Алматыдан қонақтар келді, берді. И все нормально было, короче. Она, кстати, там, если ты меня удивишь, типа, она слышит, типа, там, Багдад, крутой повар, анда, короче, там, все делаешь. Это, если сен меня уделять етсең, мен сені уделять етем, короче. Хорошо, старался. Ну, там мы договорились. 6 адам ғой, там, 1-2 салат, 1-2 закуска. Меню утвердил сразу? Да, меню такой небольшой. 6 адам, бір обед. Там маған неше мың аласың, мен айтам, 200 мың дедім. Хорошо деді, закуп все сделай, тамақ берді, қарады, такой үндемей отырды, қонақтар все довольны были, молодец, короче, соңында шығарып алды, молодец, рахмет, бәрі ұнады, ты вот сөзіңе тұрдың, удивил меня. Сейчас номер счета Каспий скажи, типа не номер, а счет вот этого. Я тебе сейчас, типа, рахмет скину дейді. Я говорю, хорошо, ладно, ну ойладым, 100 мың теңге береді шығар, әрі кетсе, короче. И этот человек уходит, все, Багдат, рахмет, со мной мой помощник созвонится, короче. И потом Каспийге түседі 1 миллионға. Я поначалу думал 100 тысяч тенге. Считаю 1-0, 2-0, 3-0. 6-0 же. 6-0. Ничего себе, думаю. Может, он перепутал. И через 5 минут помощник чек скидывает, тебе шеф свой рахмет сказал. И айтқымда келіп тұр, может, вы не перепутали с нолями деп бар ғой. И бір жағынан ол кісінің айтқаны бар. Если сен мен уделять етсең, мен сенді уделять етсем. И ана кісі айтты, Багдат, шефке саған сенің ризашылығың. Получается, ол сен ең үлкен чаевыйың. Да, ең үлкен чаевыйым.
помимо гонорара, керемет. тупо, короче, отблагодарил. Просто андай қылып не істеген жоқ, типа, ойбай, сен күшсің. Все, был такой мужичок. Без слов? Без слов. По делу, Все, всё, мықты болды. ага. Скинь ему, все. Был. Супер. Капец, я был в шоке тогда, реально. И с того момента Короче, я никогда не забуду, реально. Чтобы теперь Багдату удивить, надо чаевые больше миллиона тенге, да? Да. Слышали, Это был видели, да? Самый такой рекордный Керемет. чаевой. В целом, осы типа танымалдыққа келуіме себепкер болған осыдан бір 2011-12 жылдары телеканал Хабар. Айгер Месенәлі деген журналист әпкеміз маған көптеген сондай поддержка етті. Мен ол кезде чисто повар, простой повармын. Каждый день Алматыда работаю, Алматыда, айналамда көптеген, енді ол кезде бір 15 жыл бұрын көптеген өзге ұлттар болды, доңған, орыстар, ұйғырлардың арасында жұмыс жасадым. Өзбек қазақтар өте аз болды. И мен как бы андай не своей тарелке дейді ғой, сондай болып сезінетінмін. И бір күні біздің мейрамханаға телеканал Хабар келеді де, шеф-повардан сұрайды. Маған қазақша сөйлейтін қазақ повар керек. Бізде бір проект басталайын деп жатыр. Таңғы асқа пісіретін, каждый день его будет по телеку показывать. Каждый день, короче. Хабарда ең бірінші арна Қазақстанда. Хабар ол деген в свое время 15 жыл бұрын это такой рейтингі жоғары каналдардың бірі ғой. Ол кезде Инстаграм не деген жоқ қой, тиісті телеканал арқылы ғой. Ондай каналдарда 5 минут выступать етсеңнің өзі такой жоқ, короче. И сол момент келеді. И біздің шеф-повар ұйғыр кісі айтады: да, у нас есть один малой. Келевой деді ма? Бага, иди сюда, иди там, твой выход, ты хотел, вот, типа, знаменитый болғым келеді, чтобы мені телевизордан көрсетсе екен, әкешем атырауда телевизордан көріп, мәз болса екен, мақтансын деп, все, короче, мен выступать етем. Бірақ первыйнен мынандай камералар тұрады. Камера көп, свет көп. Все уже. Не айтам, білмеймін. Бағдат, все, успокойся, просто жұмыртқа омлет пісіріп берші, өз сөзіңмен айтшы. И все, я теряюсь, бір видеоны 5 сағат, 6 сағат тұр. Просто омлеттің өзінің, короче. Айтты, Бағдат, сенде желание бар, ты теряешься. Много читай, ойыңды жинақта, и сөйтіп бір-екі съемка жасаймыз, и уже солармен бір жыл сөйтіп жұмыс жасаймыз. Бір жыл контрактке отырып, айтайын, бесплатно я готов работать, чтобы меня каждый день телектен көрсетсеңіздер, болды. Маған жетеді сол ақшадан беріңіз. Күнде таңғы программада? Күнде таңғы программа, типа как «Доброе утро» деген передача. Сөйтіп басталады, одан кейін басқа телеканалдар шығады. И уже одан кейін «Магия кухня» деген кәдімгі полноценный кулинарный шоулар шығады. 1 сағат, 1,5 сағат, а сен уже ол кезде ведущийсің, сенің қасыңа знаменитый бір әнші, актер, жұлдыздар келеді. И сен уже ойнап күліп, бір полноценный 1,5 сағат бойы передачаны жүргізесің. И сол кезде ең бірінші танысқан әншілерім Алмас Кішкенбаев болды, Нұрболат Абдуллин, ол кезде енді танысып жатыр, жүрек жалайық деген бағдарламаларда. Сөйтіп әншілермен общение басталады менде. Олар Инстаграмға салып бастайды. Поначалу они думают, что я тебе ведущий, бірақ на самом деле мен ресторанда жұмыс жасаймын, мен повармын. Настоящий поварсыз? Иә, настоящий повармын. Қонаққа келіңдер, менің пісірген тамағым жеп көріңіз. Сөйтіп бәрімен араласып кеттік. Ол кезде сен қай ресторанда жұмыс істедің? Ассорти дейтін ресторанда. Ассорти. Алматыда, я. Сөйтіп олар келеді, взаимно, типа, за рекламу я их угощаю, олар мен салат. И сөйтіп Инстаграмда бір 50-60 мыңдай подписчик алып қалды. Мен ол кезде видео рецепт салмаймын, арасында айына 1-2 сурет салып қоямын, әншілермен, вот, типа әншілермен болды. И карантин басталады. Келесі тақырып, біз сіз туралы ақпаратсыз дедік қой. Багдат кім, қандай сұхбаттары берді, қандай ақпарат бар. Және де ең қызық бір тема Қазақстанның алғаш президентіне ас берді. Сол туралы айтып кетейік. Ол қашан болды, қалай болды, стресс болды ма, жаңағы ингредиенттерді, продуктілерді тексерді ма, протокол болды ма? Сол қызық болып тұрды. Болды, ол деген 2015 ең бірінші рет жасаған жылдарым ғой. Ең бірінші рет сондай нелер, такой ең мықты банкеттерінің бірі.
Да, ол кезде сен кімсің? Енді бас аспап емессің ғой. Жоқ, бас аспап Простой емеспін, поварсың. мен простой повармын. Менің шеф-поварларым болды. Аха. Ресейден келген, солармен бірге біз дайындадық. И сол кезде Назарбаев келе жатыр дедің ма? Иә, елбасы Қай келе уақытта жатыр. айтылды? Бір ай болды ма дайындалу? Жоқ, бір ай емес, бір апта ғой. Бір апта болды, иә. Бір апта Ну, я ішінде как рабочий ғой. Біз бәрін дайындадық, но тоже одновременно проверяли. И ондай банкеттерде жиі боламын. Там не только президентский банкет, такой тоже басқа елден келетін. Немен мақтайын аласың, соны айтып кетші. Қандай адамдарға биік, танымал адамдарға Ол кісілердің аттарын айтуға болмайды негізі. Ну, танымал деген актер, әншілердің бәрімен почти 95% біздің Қазақстанның әншілерімен, басқаларымен де жақсы қарым-қатынастамын. И постоянно... Просто андай да, қазіргі ақпарат, Бағдат Қадыров деп жазсаң, Назарбаев деп шығады. Сол ақпаратты апгрейд жасау керек те, кімге ас бердің, кімге тамақ бердің деген сияқты. Апгрейд жасау керек, но это нельзя, короче. Нельзя, да? Не Андай разрешается. контракт болады ма? Я делаю. Андай келісім шарт контракт болады ма? Айтуға болмайды дейтін. Жоқ, келісім шарт болмайды, просто есть такие банкеты, там, ну, сейчас я в Инстаграме такой, можно сказать, чуть-чуть известный, короче. И все, да, бәрі мені көреді Инстаграмнан, там, сондай банкеттерде нечаянно там сол зданияны фотоға түсіріп салып жіберсең, уже жоғары жақтан звондайды: Бағдат, быстро убери, алып таста. Все. И меня просто ондай банкеттерде мне в чем плюс, там тебя по бюджетам не контролируют. То есть именно что хочешь, все делать, там дорогие продукты. Миллион берді, продуктыге миллион береді, болды, да? Даже больше, 3, 4, 5 миллионов там могут. Сен айтасың, маған тірі осетр керек, чтобы внутри была икра. Все, без проблем. Под землей тебе достанут. Аквариуммен, аквариуммен, температурасымен. Да, и такие есть банкеты. Очень интересно. Вот скоро тоже будет такой банкет. 12 марта. Ол енді өзіміздің таныс ағамыз, да, тоже бизнесмен. Сондай Бағдат говорит, надо удивить гостей. Не істей аласың, мен айтамын, давай. Один раз я готовил акулу, акуланың тізесі шықты, уже бәрін дайындап. Қазақстанда? Да, Қазақстанда. Қонақтарға? Прямиком Шри-Ланкадан алдырттық. Шри-Ланкада менің нағашыларым тұрады. Они прокашей, короче. Олар аулайды, маған жібереді деп, әңгіме жіберіп тастаған. Совместно просто компания занимается именно морепродуктами. Ну, за деньги все можно. Бәрін табасың. Найдешь дегендей ғой. Пілдің мұрнынан қазы істесең де болады, пілдің құлағынан бешбармақ істесең болады, жирафтың аяғынан холодец істесең де болады деген сияқты ғой. Все зависит от бюджета. Да, от бюджета. Вот сондай банкеттер сені по бюджетам қыспайды да. Бағдат грамотно жаса деп бар ғой. Андай принциптер бар ма? Нан істемеймін, нан жасамаймын. Мысалы, діни жағынан. Шошқаны істемеймін. Ну да, енді шошқаны жасамаймын, да. Сосын тағы да қандай бар принцип? Сосын адамның етін жасамаймын. Адамның етін жасамаймын. Бірақ ондай запрос болуы мүмкін, да? Айтшы, мүмкін. Мүмкін. Тағы да қандай принцип бар? Принцип наны істемеймін, наны... Ну, то, что связано алкогольные продукты, то есть тамаққа алкоголь не добавляем. Вино белое, коньяк, вино белое, коньяк не добавляем. Можно это басқа жолмен жасауға да болады. Бірақ сенікі принципиально, вот отказ, все, мен жасамаймын, болды, да? Ну да, бірақ ондай прям айтпайды адамдар, жоқ, сен жасайсың емес. Самое главное было вкусно, четко, грамотно и все. Ну енді біз Қазақстанда тұрғаннан кейін все шошқаның етін ни разу такого не было маған. Орыстар заказы берсе, сен орыстар шақырса дегенім ғой? Сен не только қазақтар шақыр. Ақшасына можно деп па? Не, шучу деп па? Не, ондай заказ болып, даже орыстардың өзі де мені көреді де, Инстаграм, Бағдат, давай такой
баранина жасашы такой. Сол. Был у меня такой заказ, я первый раз сделал, тоже үлкен бір Қазақстандағы примерно екінші адамға жасадым оны бар ғой. Хорошо, енді короче, ол кім екінші адам? Біріншіні танимыз. Екінші қойдың кішкентай жаңа туылған ягненокты, такой там, не знаю, месяца 2-3, такой молочный. Она, когда вот молоко сосала, сразу резали его, короче. И сонан такой сделали, типа, мини-гриль. Типа казак гриль сияқты. Но я это сделал под землей. Жерді қазып, балшыққа көміп пісірдім. Я пока оно піскенше, я так переживал, блин, оно, если сгорит, этот человек меня потом. Ты сгоришь, да, следующий? Потом я сгорю. Ана, ягненок қасында сен жатасың, да? И каждый час я вот так вот смотрю, балшықтың астын пісіп жатыр ма, там не сгорело, там нормально деп. И сөйтіп пісті. Окей, бірақ вот сен виптермен көп жұмыс істейсің ғой, өте жоғары адамдарда, жұлдыздар. Андай өз өміріне қауіпсіздік әкеледі деп ойламайсың ба? Жоқ, не деп әкеледі. Білмеймін. Адамдар әртүрлі ғой, тем более. Ну, мысалы. Білмеймін. С какой стороны, мысалы? Киноларда көрсетіп жатырады ғой. Аспаздар туралы көп кинолар бар ғой. Жұмысым жасаймын, тамағымды жейді. Ну, максимум бывает, там кішкене... Ну, да нет, ондайға дейін жетпейді енді. Ну, такие люди так особо не допускают. Они могут чуть-чуть выпить, просто кішкене лишние нәрсе айтып қою мүмкін. А так, зато наоборот, у меня ондай случая, можно сказать, практически не было. Наоборот, ондай кісілер кішкене отырыстар күшті болып, қазы отырса, мне больше дают чаевые. Хорошо. Мне, наоборот, оларды вкусно накормить, напоить. Риза болса, болды. Риза болса, бага, иди сюда. На, $100. Бага, бір айналып келесің. Братан, тамақ ұнады ма? Осы кісінің жұмысы рахат бар ғой, өше. На, $100. Братан, может, аузың сүрт жүрейін ба? На, $100. Қарашы, мен сені тыңдап жатырмын да. Алматыда керемет карьерің басталды. Асарти деген ресторанда жұмыс жасадың. Қазақстан Республикасының алғаш президентіне ас дайындадың. Хабарда рубрикам бар. Өзінің бір сағаттық телепрограммам бар. Адам деген Атырауға көшеді ме содан кейін? Неге, қалай сен туған жеріне қайтып келдің? Алматыда даму деген тез ғой? Да, Алматы даму тез. Ол жақта дамып келе жаттым. Ортам болды өзімнің әлі күнге шейінде. Ортам Алматыға барған кезде не себеп болды? Аяғым жерге тигізбейді. Достарым да бар. Именно вот знаменитостардың арасында да, былай да, барлық жерде де, Аллаға шүкір, Қазақстанның любой қаласына барсам, аяғым жерге тигізбейді. Хоть Шымкент, хоть Қарағанда, хоть Павлодар, любой жағына, Аллаға шүкір, әйтеуір бір таныс шығады. Бірінші Атырауға келуіме себеп болған карантин уақытында, то есть коронавирус кезінде әкем ауырып қалады, әкем қатты ауырып қалады, кәдімгі төсек тартып жатып қалады, бірнеше ай реанимацияда жатады. Сен үйдің үлкені? Үйдің үлкенімін. Үйде әке шешем екеуі жалғыз, мен де Әлиханда екеуміз де Алматыдамыз. Такой осындай ой келді, блин, әке шешемнің неше жыл өмірі қалды. Аллах сақтасын, вдруг бүгін өліп қалса, біз қасында болып та үлгермедік қой деп бар ғой. Типа, мы жили своей жизни, Алматыда өзіңіз білесіз, там чисто ради себя өмір сүресіз, карьера, жұмыс, әке шешең мына жақта өздерімен өздері. А я такой, мен өзім андай такой, андай отбасында күнде тамақ ішіп, бір үйде тұрғанда қаладым да, кезінде Алматыда оқып жүргенде ай бір байып, ай бір қолым көкке тиген кезде әке шешемді алып, хоть үйленсем де, үйленбесем де, хоть менен кейінгі інім үйленсе де, мен әке шешеммен бірге тұрғым келеді. Потому что, не знаю, мен сондай айтады ғой, орыстар семенин дей ма, қалай? Мен осы тапқан табысымды бір жерден бір тәтті тамақ көріп қалсам, басқа шетелге барып, бір какой-то необычный вкусный продукт көріп қалсам, оны үйге аласың. Үйге аламын. Даже вчера вот прилетел с Алматы, бір ящик
помидор алып келдім. Маған айтады, құдайым Атырауда помидор жоқ. Атырауда помидор жоқ. Нет, это помидор узбекский. Они такие сладкие. Алматыда бірақ жерде сатады. Соны әке-шешем ауызашарға жесінші деп алып келдім. Керемет. Мысалы, сондай адаммын да мен деген, именно әке-шешемнің соңғы қалған өмірін бақытты етіп, осы балдарының қызығын көрсе екен деген сондай ниетпен келдім. И осы жақтан таныс достарым, ағаларым предложение тастап, ресторан ашып, партнер болып, осы жақта қалып қойдым. Басында ой болды, 1-2 жыл, содан кейін Алматыға кетем, но уже корни пустились и остался тут. CG, Шарбақ, ол жақта партнер, и как шеф-повар, плюс ет маркетім бар, жүріп жатыр бәрі. Қазір енді каждый день я не нахожусь там, өзімнің команда, шеф-поварларым, балдарым бар, жұмыс жүріп жатыр, уже Все на рельсы поставил? 2021-ден бастап на рельс поставил, балдарға тапсырдым, өзі жүріп жатыр, арасында бар бір тексеріп. Хорошо. Кетем. Әкең қалай қазір? Әкем Аллаға шүкір қазір жақсы, кәдімгідей ол кісі деген қатты бірінші ауырды, реанимацияда жатты, одан кейін больницадан шығып, 1 жылдай постельный режим. Он не смог ходить, он постоянно кислородный аппаратпен постоянно алып, анда апарамыз, мында апарамыз. Реабилитация очень сложная была, и барлық жерге бардық. Но қазір Алланың қалауымен шүкір. Потихоньку айтады ғой, адамның көрері жарығы болса, ешқандай нәрсе кедергі болмайды деп 98% поражениемен жатқан кезде әкемді Алланың қалауымен аман есен алып қалдық осылай. Әуелі енді Алланың арқасы, екінші өзіміздің осы шынайы деген дұғамыздың арқасы. Мен айттым, әкем, неужели менің үйленгенімді көре алмайсыз? Неужели? Да, немерені көре алмайсыз? Жылап дұға тіледім. Сол дұғаны Аллах тағала қабыл еткен болу керек. Қазір әкем жақсы. Алланың қалауымен үйлендім. Бәрі жақсы. Менен кейінгі Алиханды үйленді, оның кішкентайы бар. Бөпелі болды. Бәріміз бақытты бір үйде тұрып жатырмыз. Қараңызшы, жұмыста тамақ жасайсыз. Кейтеринг, выезд тоже тамақ. Вокруг тамақ. Андай стереотип бар да аспаздар туралы. Үйде тамақ жасамайды, потому что тамақтан шаршайды. Ас үйден шаршайды. Сондай бар ма сізде? Мен үйде жасаймын, только когда үйде қонақ келетін кезде и когда я снимаю себе контент. И все. А так повседневка дома делает мама и жена. Окей. У кого вкуснее, у мамы или у жены? Конечно, у мамы. А если жена обидится, сейчас увидите? Не обидится. У жены есть тоже пісіретін тамақтары бар. Просто у мамы это вкус детства ғой. С детства. Да, ол даже сен жасың елуге келіп, сенің мамаң бір рожки или просто картошка пісірсе, и у тебя такой уж память андай назад. Рецепторы, да? Мен осыны жеген кезде, мне было 5 лет, я когда игрался там далада доп теуіп жүрген кезде осы тамақ. Сондай бір воспоминаниямен. Әйелінің тамағы вот вкусно это в настоящее время. Қазір жедің, әйелім саған рахмет, разымын, тамағы күшті болды, вкусно покушали, посидели, попили. Аты кім? Жанара. Жанара. Андай, Жанарыны үйреткен моменттер болды ма? Да, наны до пісіре сих алмайсың? пор учим, до сих пор. Күнде мастер-класс бересің бе? Постоянно қонақ келген кезде мен айтамын, сен жасамай ақ қой, мен лучше жасайын, сен қазір бір нәрсені. Жоқ, енді ол жасасын ба? Үйретпейсің ба? Да, старается, үйретемін, но все равно өзің легче, да, мен сондай андай қалай айтады, не дейді, перфекционист дей ма, не дейді, андай өзім, только өзім, сен істеме, тұр өзім. СДВГ дейтін бар тоже. Мен сол бәрі айтады, сен бүкіл жұмысты бәрін, даже и на работе, и в своем бизнесе, и в контенте, и в рекламе, и в заказе, и везде мен өзім жасаймын. И в конце выгорание, паника, туда-сюда у меня, короче. Сол выгораниедан қалай шығасың? Выгораниедан? Баня, охота, не? Саяхат. Я люблю в основном на природе. Это рыбалка. Да, там... Или компаниямен? Ну, я не люблю там с компанией дегенде максимум 2-3 человека. Жанымда помощниктарым болады. Видеоға түсіретін бауырым. Не, 2 күнге барсам, жұмыс вообще жарылып кетеді. Телефон даже таңертең кешкенен қойсам,
иә көріп жатыр біз деген сұхбат сұрамай ақ тұрып соғып жатыр еще мына кісіде екі телефон ғой мынаумен заказ береді мынаумен заказ алады и былай екеуі бүйтіп қойса бір бірімен сөйлеседі. Мне нравится вот такая жизнь. Өткенде вот қанша бір аптадай ма Таиландта болдық с супругой вместе. И уже бәрі көреді инстаграмда да сюда там отдыхаю. Телефон вообще такой Тишина. Тишину. Короче, никто не мешал. Никто не мешал. И такой, блин, скучно надо. Даже өзімен бірге Таиландқа мынандай пісіретін нелерін алып кетіп тұрмын ғой ыдыстарында. И я там тоже делал контент в номере. Приготовил жареный рамен. И еще теңіздің жағасында рашкимен қазы пісірдім. Мама. Таиландқа барып. И мы кушали прям теңіздің жағасында. Қазыны Таиландқа прям апардым, да, есть в инстаграме видео, можем посмотреть. Супер, мы включим. Қазы, там бәрін алып бардық, жедік. И сондай да, вечно бір жаққа шықсам, надо там снять контент, блин, күшті екен. Бір андай спокойно жүре алмаймын, да, обязательно бір нәрсе ойлап жүру керек. Обязательно надо что-то снимать, что-то делать. Аны кішкентай балдардан сұрайды ғой, сен кімнің баласы, маманың ба немесе папаның ба? Қазір әйелімнің баласымын деп па. Жалпы білмеймін, всегда айтады, маманың баласықпын деп. Мамсик. Бірақ ондай менде жоқ. Екеуіне де бір деймін. Мен как уже андай наоборот, олар менің балдарым сияқты болып кетті да. Я всегда стараюсь все самое лучшее для родителей. Оларға. Да, оларға. Керемет. Тамақ жағынан, киім, саяхат, Аллаға шүкір. Енді қазір қолым көпке тиіп, кішкене зарабатывать етіп, начали. Анамды кішкене шетелге жіберіп, әкемді санаторияларға деген сияқты, кішкене бренд киімдер әперіп, спортивкалар әперіп, кішкене салондарға апарып деген сияқты андай, әкеме машина алып беріп деген сияқты. Сондай өмірді бұрын армандайтынмын Алланың қалауымен. Не все сразу, но потихоньку жеткізіп жатыр, мыңда бір шүкір. Бәрі соның арқасы осы әуелі Алла, екінші осы аспаздық жолдың арқасы. Егер сол сені көтерген қазіргі дәрежеге. Аллаға шүкір деп айтам, мені бізге бір поддержка берген ағамыз, немесе бір жоғарда отқан бизнесмен ағаларымыз ешкім жоқ. Мен смело айта аламын, өз еңбегіммен осы дәрежеге жетті. Любой адам келсін алдыма, мен өз еңбегіммен нөлден Алматыда бір қара пакетпен барып, кері осы сол бір қара пакетпен Атырауға келдім деп па. Осы уақытқа дейін жеткен өзімнің әуел Алла, екінші өзімнің еңбегімнің арқасы. Любой адамға бетіме келсе де мен айта аламын. Сол үшін сені шақырып отырып, осы сұхбатқа көрермендер көрсін, білсін. Неге инстаграмда былай қарайсың, андай болады ғой, мнение типа, ой, өзінше, ой, байдың баласы, ой, сол үшін біз сені ашып жатырық та. Қандайсың сен деп? Мен өте қарапайыммын, кейде адамдар жаңағы болады, типа андай высокомерный сияқты. Может так кажется, бірақ мен бір адаммен кездессем, или бір сұрақтар қойып, немесе бір немесе ол адаммен прям вот бәлен сағат отырып, әңгіме айтып, бар білетінді айтып қоймам. Мен айтады ғой, ақ көңілсің дейді, бәрі айтады. Сен бір сақтай алмайсың, айтып қоясың бәрі. Қолында барлансаң деп беріп қоясың. Ақша жинап кетасың, бір досың звондайды, братан, бір проблема болып қалды. Бере хорошо, сөйтіп мысалы бір андай бір нәрсе бір жинап, бір үлкен нәрсеге жұмсамайсың, жиналып кетасың, жүріп кеттік бәріміз ресторанға барамыз. Жинап кетесің, жүріп кеттік бәріңе подарка. Жинап кетесің бірдеңе, тағы бірдеңе сөйтіп үйдегілер айқайлайды, сен жинасайшы өзің, так не надо, типа тратить. Баке, сұхбатымызды жалғастырамыз. Атыраудамыз, иә. Екінің бірі мұнайшы, екінің бірі NCUC-да, немесе шоуда жұмыс жасағым келеді. Бірақ сіз аспаздық жолын таңдадыңыз. Андай стереотиппен кездеспейсіз ба? Аспаздық тек қана әйел адамдарға, еркектің жұмысы емес деген сияқты. Қазір ол кетті ма? Немесе бар ма? Қазір вообще жоқ, қазір даже айта алмайды да олай, так как дүние жүзінің бәрінде ер адамдар. И они уже доказали, что типа ер адамдар в ресторане шеф-повардың көбісі ер адамдар екен.
и олар уже доказать етіп та. Почему? Потому что ер адамдарға шеф-повар болған бір жағынан моральный и физически өте ыңғайлы. Әйел адам физически, моральный тоже шаршайды. Шеф-повар мамандығы үлкен уақытты, үлкен физикалық тұрғыда, моральный тұрғыда вложениені талап етеді. Сен таңертең 8-де кухняға кіресің, түнгі 11-12-де бірақ шығасың. Красный день, календаря, балаң туған күні, жаңа жыл, 8 март деген понятие жоқ. Каждый день ты работаешь, все. Бүкіл адамдар демалған кезде, праздникке шыққан кезде сен оларды тамақтандыруың керек. И сол үшін әйел адамдар қазір көп жасамайды. Ну, то есть бұрын жасады енді, типа как столовый сияқты жерлерде, пятидневка жерлерде, понедельниктен пятница дейін сияқты. Но сейчас в целом көбіне 90% ер адамдар жасайды. Ол сол жағынан. И плюс еще ер адамдар айтады ғой, типа үйде әкем тамақ пісірсе, ағам тамақ пісірсе, ер адам тамақ пісірсе тәттілеу. Неге? Себебі ол енді ер адам не каждый день үйде тамақ пісіреді. Он старается что-то вкусно, что-то там добавлять приправу, всякие что-то делать. А әйел адамға ол как-то обычно ол әйел адамдар сол тамақ пісіріп, үйдің тұрмыстық тіршілікті жасауға міндетті болды. И каждый день ол макарон, ет қуырып жасай береді да, ол как бы күнде жеп жүрген тамақ сияқты. Әкең тамағын сен айына бірақ жейсің, но он делает так, что он, ну, ты это блюдо запомнил типа всю жизнь дегендей, да? Вот сондай бағытта. Бизнес туралы айтып кететін болсақ, өзің айтып кеттің, Шарбақ рестораны, CJ рестораны, сен тек қана бас аспаз емессің, тағы да партнерсың. Сол партнерліктің шарттары қандай, сол туралы айтып кетсең? Мен енді бұл жерде шарттар өзімнің достарым, бауырларым болғаннан кейін, мен тек по кухне жауап берем, то есть аспаздарға жауап берем и в целом ресторанның жаңа маркетингіні. Жүруіне видео түсірем, тамақ, новый тамақты ойластырып табам деген сияқты. Бірақ енді қазір балдарға тапсырдым, өздері жасап жатыр. То есть уже бір нені коллега түсіріп, рельске түсіріп жүргіздім. Өзімнің шеф-поварларым, өзім үйреткен балдар бар. Солар бәрі жасап жатыр, арасында бар тексересің. И өзімнің определенный процентімді алам. Процент бойынша жұмыс жасайсың, иә? Дұрыс қой? Жаңағы чектен, кассадан, иә? Иә, от определенной выручки дегенде, иә. Мысалы, например, сен білесің, менде English Pub бар, тағы да жобалар. Сені партнер ретінде шақырсам, қандай шарттар қоясың? Егер новый проект болатын болса, с нуля, да? С нуля болатын болса, 40-та 60. 40-та 60. 40 менікі, 60 сенікі. А егер инвестор болатын болватса, ну там можем решить. Инвестор там определенный уақытқа дейін өзінің ақшасын шығарғанша ақшасын береміз, или сразу он без жаңағы долясын, то есть ол салған ақшаны алмайды, сразу мы все, например, сіз, мен, тағы бір адам болса, определяемся, там ол ақша салды, мысалы 100 миллион, ол айтады, мен каждый ай сайын, ничего не знаю, мен ақшамда керек емес, бірақ ай сайын маған 60%-ны беріп отырмын. Алған 40% сами разберитесь. 30-да 10 аласыңдар ма, 20-да 20 аласыңдар ма деген сияқты. Солай болатын болса, можем там договориться. Но в целом қазір уже егер новый проект болатын болса, 40-та 60, может 50-де 50. Хорошо, түсіндім. А вот жаңа Инстаграмда көрген сияқтымын, Шалқар қаласында ресторанға меню қойыпсың. Меню қойып бердім, да. Ол қанша тұрады? Условиялар, то есть менде бар, новый жаңадан ашылып отқан мейрамханаларға, немесе мейрамханаларға обновление жасап, новойдан меню қойып беріп, обучать етіп, определенный уақытқа келсеміз, 2 апта, 3 апта деген сияқты, кейде бір айға дейін созылатын проектілер бар да. И оларға начинается 1,5 миллион басталады. Бәрін қойып бересің, үйретіп кетесің. Керек болса бір апта соқта тұрасың. Мысалы 2 апталық проекттер олар 2,5 миллион. 2,5 миллион болады. Барам, менюді с нуля кухняны қоямыз, расстановка, обучаем персонал, технологический карта жүргіземіз, первый заказдар шығады, бір апта жүргіземіз и бір коллега қоямыз. Или кейде сондай кісілер бар, давайте бір жартыжылға дейін жұмыс жасайық. Определенно ай сайын, типа как зарплата сияқты беріп тұрам, но ты можешь приехать
там келіп бір контроль ұстап отыра аласың ба деп. И сондайларға бірге жұмыс жасаймыз. Ол енді жаңағы сен консалтинг жағын, иә? Былай қарасақ, партнерлік жағын бар, иә? Ақша саған беретін. Екінші жаңағы консалтинг бар. Инстаграм реклама бар. Сол, Инстаграм реклама. Қанша тұрады сенде реклама қазір? Менде ондай атырауда танысың қатады, брат, сват, там. Не дейді, соғады ма? Алло, Баке, шығарып жіберші, сторис деп. Негізі определенный мен прайс-лист қойып қойдым. Reels 300 мың. Супер. Менде де баға сондай. 300 мың. Ну, я думаю, это нормально. Қанша жыл еңбек, қанша жыл Алматыда дала кезіп, ел кезіп жүрдім. Оқырманым бар. Оқырманым бар, да. Типа, может, у меня не такие уж высокие просмотры, но мен өз еңбегіммен жеттім оны. Мен өзі саламда экспертпін. 300 мың. 300 мың. Супер. Көптеген брендтермен жұмыс жасап жатсың. Гесті көрдім, Лостмолды көрдім. Сен арқылы таныстым. Тағы да кіммен? Қандай жобалар, қандай компаниялармен? Именно по одежде или как? Инстаграм, общий, Инстаграмда. Инстаграмда бренд. Жаңа депті көрдім. Ол енді сондай. Тамақ жағы ғой, иә? Тамақ жағынан. Крупная компания дейін ба? Крупная компания. Рамспен жұмыс жасадың, рекламный интеграцияны. Видео болды, бірақ Алюрафта Кия, соның бренд-амбассадор. Бренд-амбассадор. Бірақ мен любой уақытта оның видеоларын салам да, то есть салсам да, салмасам да, маған олар жаңағандай условия жасап қойды. Типа, любой қалаға барған кезде машиналарын береді, и я могу, просто мне нравится ездить по городам и снимать видеоконтенты. И я всегда Алматыға барған кезде, тауға шыққан кезде күшті видеолар түсіргім келеді. Астыңызда машина бар, ол машина Алюрдікі, Киянікі. Киянікі, и всегда сондай поддержка жасайды. Керемет, күшті. Ол жақта бір менің таныс жақын досым бар. Имя не буду назвать, он сказал, типа, не назвать деп. И сондай бір күшті не жасап қойды маған. Супер. Жаңағы бізде деген андай дәстүр бар. Сіздің алдыңыздағы болған қонақ, алдын ала сізге сұрақ қойып қойды. Алдымда Арушкин деген қыз болды, актриса. Біздің екінші маусымның жаңа кейіпкері. Және де сол кісі сұрақ қойды, бірге тамашалайық. Келесі қонақтың кім екенін білмеймін, бірақ менің бір көкейімде жүрген сұрақ: егер ол адамға әлемнің міндетін берсе, егер бүткіл әлем қазір сол адамды тыңдап тұрса, ол не айтар еді? Қазіргі жағдайға байланысты әлемде тек тыныштық болса екен деймін болды. Мен басқа ештеңе қаламаймын. Бізден кейінгі, қазір өзі бізден, егер мен өзі шал болған кезде, менің немерелерім, шөберелерім қандай условияда, қандай өмірде сүретін сол ойымдатады да. Бұрын біздің аталарымыз айтатын кезінде мынандай болды. Қазір өзіңіз көріп жүрсіз, заман өзгерді. Бұрын біз ойлайтынбыз, соғыс ол типа болып кеткен заман. Болып кеткен уже болды. Он уже не повторится, өтірік нәрсе сияқты болып кетті. А қазір уже көзің алдыңда болып жатқаннан кейін, это уже реально страшно. Даже мына тұрған Дубайдан келе алмай жатқан жерлестерімізді көріп, реально қатты уже қатты уайымдайсың. Сол үшін еліміз аман, жұртымыз тыныш, бақытты болып, осылай тірлігімізді жасап, кәсібімізді жасап, отбасымызды тамақтандырып, қыдырып, ішіп жеп жүрсек, сол бақытты. Әлемде тек тыныштық болсын. Енді біздің келесі қонағымызға қандай сұрақ қоясың? Неге еттің бағасы қымбат? Соған жауап беретін адам болса екен бар ма? Потому что ресторанный бизнесте жасап жатқаннан кейін еттің бағасы как золото. Каждый днем растет. И келген ресторанға келген кісілер, то есть қонақтар, даже біздің өзіміздің ет маркетімізге келген тұтынушылар, күнде бізге ренжитін, как будто біз істеп жатқан сияқтымыз да оны деген. Неге фарштың бағасы басында 2800, 3000 болды, 3500, 4000, 4500 қазір уже 5000-ға барады, ойлашы, ё-моё. Енді өзімнің көзі қарасымнан қарайтын болсам, неге еттің бағасын қымбаттастырып жатырсыңдар? Окей, жаңағы ет магазин туралы сөйлескен жоқпыз ғой. Сенің атында тұр.
Бағдат Кук деп иә. атын қойдың, бірақ сол бизнес сенікі ма? Тоже партнер. Тоже партнер. Бірақ атынды беріп қойдың. Артында беріп қойдым, иә, партнермен. Қазіргі таңда сол бизнестің жағдайы қалдай? Көптеген ет маркеттер көп қой енді. Сол жаңа Кенесары бар, сұраққа байланысты. Жоқ, в целом сымбат ет бар, насчет қарайық. конкуренции без проблем. Каждыйның өзінің клиентский базасы бар, әдемі өзін жасаватқан направление бар. И бізде де тоже, мысалы, біздің ет маркетіміздің фишкасы готовый тамақ пісіреміз. Ішінде өзімнің авторский фишка стейктарым, бургерлерім бар. И то же самое еттер. Бірақ қазір енді бізге келетін сырой, то есть малдың бағасы жоғары болғаннан кейін, и біз уже басқа да полуфабрикат өнімдерін жасай алмай жатырмыз да. Стейктарды бұрынғыдай, шашликтің ассортименттерін, котлеттерінің, басқа да маринадтағы еттердің түрлерін шығара алмай жатырмыз. Потому что мясо дорогая. Біз уже даже фаршқа ет шығара алмай жатырмыз да. Еттің бағасы қымбатсыған сайын біз уже жартылай өнімдерімізді шығара алмай жатырмыз. Иә, кішкене сол жағы тоқтап тұр. Атырауға жұлдыздар келеді ғой. Сонда жұлдыздардан андай дәстүр ретінде саған қонаққа келуді күтем. Вот обедте біреу келеді ғой, Қайрат Нұртас болсын, Нұрбулин болсын. Вот әрдайым кешкісін сенен бір шығады. Ол не дәстүр, айтшы. Потому что мен де жұлдызбын деп па. Жұлдызды аспаз. Жоқ, енді олармен бұрыннан Алматыда болған кезде мы барлығымен тесно общались, барлығымен жақсы қатынаста болдым. Қайрат Нұртастың үйіне барып, рашки пісіріп, бірге рашки жеп отқан уақыттарда болды. Оның інілерімен де жақсы араласамыз. И айтып тұрмын ғой, сол Қайрат Нұртастан басып Төреғали, басқа да әншілермен барлығымен жақсы отношениядамын. И сол үшін Атырауға келгеннен кейін менің тамағымды сағынып келеді олар. Әдейі айтып, Бағдат, Атыраудасың, бір тамағын сағындық, бір етіңді, стейкіңді Алматыдағыдай бір қайталай жекші деп. Сондай дәстүрмен керемет. Сонда оларды басында Атырауға келсек, бірінші мен тұрам. Бірінші балық, сосын мен. Баке, жаңағы жастарға немесе жас аспаздарға қандай кеңес бересің? Көбісі саған қарайды, көбісі сен сияқты болғысы келеді, ойлайды, бұл жол өте оңай. Мен де Баке сияқты жұлдыздарға тамақ жасап, жаңа президенттерге тамақ жасай. Соларға не айтасың? Қазіргі таңда сондай жас аспаздар жақсы қарқынды дамып келе жатыр, но қазіргі көбісі жастар бірден тез өскісі келеді, тез үлкен жетістікке жеткісі келеді. И жұмысқа келеді де, сіз сияқты болғым келеді, маған неше мың зарплат бересіз. Олар даже қалай жұмыс жасайтынды білмеймін да. Мен сондай кезде қатты жинанам. Сен бірінші кел, жұмысыңды көрсет, қолында не келеді. Егер мықты аспаз болатын болса, он по-любому востребованный болады. Егер мысалы кейбір поварлар келеді де, мен анда істедім, мен бүйтем, қарам жоям. Егер соны мықты болатын болсаң, сен жұмыссыз не істеп жүрсің, значит сенде бір но бар. Мықты аспаз ол жұмыс іздеп жүрмейді, мықты аспазды жұмыс іздеп жүреді. Мысалы, Аллаға шүкір, маған 2 күннің бірінде бір предложение түседі. Бағдат, Астанаға кел, Бағдат, Ақтауға кел, Бағдат, давай үйлі, Бағдат, давай Қытайдан ашайық. Бағдат, давай андан ашайық, мен такой инвестор бола, мен инвестор тартып бере алмайтам. Жоқ, нормально, пока шүкір. И сен сондай мықты болсаң, сенің артыңнан өзі жұмыс іздеп береді. Ал сен жұмыс істемес та, егер сен жұмысты іздеп барсаң, значит, сенде бір но бар да. Мен айтамын да, не үшін сен жұмыс іздеп жүрсің, егер мықты болатын болсаң деп. Ол жаңағы в целом сондай бір... Енді былай қарасаң, сен айтып отқаның бірінші кеңес ақшаға құмар болмақ. Иә, бірінші кеңес жас аспаздарға бірінші мықты өзінің жаңағы, как переводчиктарда мықты словарный запас болады ғой. У шеф-поваров кулинарный запас болу керек сондай. Ол 1 жылда келмеуі мүмкін, 2 жылда келмеуі мүмкін, 3 жылда келмеуі мүмкін, 10 жылда келмеуі мүмкін. Но бірақ соны кәдімгі мықты үйрену керек та. Үйрену керек, жатпау керек, еңбектену керек. Қазір аспаздар қалай?
18-19 жасында бір ресторанға келеді, мысалы сіздің рестораныңызда бір жыл жұмыс жасайды и келеді де маған келеді, мен осындай жерде жұмыс жасадым, Абайдың ресторанында, мен суши білем, пицца білем, маған 20 мың беріңіз за смену дейді. Мен айтамын, ол жерде істеген басқа, мына жерде істеген басқа. Ал повардың негізі фундаменті ол мясной цех. Егер повар умеет работать с мясными продукциями, значит, ол мықты аспаз деген сөз. Қазір маған любой поварды әкеліп, енді бастап атқан любой зеленый поварды әкеліп, алдына етті лақтырсам, ол етті қандай часть екен разбирать ете алмайды. Маған даже қазір любой адам бір етті алып келсінші, мен спокойно айтып бере аламын, ол қай жердің еті екен. Сан ет па, бұлшық ет па, жілік ет па, мойын ет па, спокойно я могу определить, почувствовать мясо. Қазіргі жас аспаздар етті танымайды. Вообще, в целом айтып атқаным, ол фундамент та, сондай, олар жаңа бер жағындағысын үйренеді, бер жағындағысы жаңа европейский кухня, жаңа пицца, суши, паста, азиатский рамен. Азиатский рамен, раменның вообще настоящий рамен қалай жасалатынын білмейді. Настоящий рамен лапшадан, то есть клейковая лапшадан жасалады. Арнайы өзінің мукалары болады, специально кукурузный, крахмальный, ячмен, обычный астықтардан 3 түрлі астықты араластырып, бір күнге қойып қоясың. Содан кейін барып лапша жасайсың, одан кейін сен отдельно бульон 24 сағат варить етесің, томленный бульонда рамен жасайсың. Солай бізде рамен, понятие как, обычно роллтон бич пакет открыли, сварили, соус добавили, все. Окей. Біріншісі жаңағы ақшаға құмар болмай, екінші тәжірибе. Ақшаға құмар болмай, адам өзінің көрсету керек. Екінші тәжірибе, үшінші личный бренд. Личный бренд өзінің қалыптастырса, любой адам, любой ресторан ашып атқан осылай алады жұмысқа. Видите, сен уже готовый товарсың ғой, готовый. Сен уже адам көріп тұрады да, ол сен қандай мықты екеніңді. И сен саған келеді, саған сенет келеді, потому что сенде личный бренд бар, опыт бар. Сен ақшаға тек қанша деп тұрған жоқсың. Ты целенаправленно работаешь, что сен өзің жұмысыңның нәтижесін көрсеткің келеді. И сол арқылы саған жұмыстың нәтижесі келеді. Менде де сондай болды ғой, да, я работал 2009-да бастадым, 2009, 2011, 12, 15, 19, 20 карантинге келген кезде Бағдат Кук деп жайлап ступенькаға көтеріліп, подписчик өсіп, зарплата өсіп, зарплата 800 миллион алып, міне енді бәке деп уже адамдар сөйтіп, бұрын бага емес, уже бәке болып жайлап. Оның өзі, значит, сенің жұмысыңның нәтижесі деген сөзді. А мен уже 1 жыл жасап, 2 жыл жасап, 3 жыл жасап, миллион бер десең, любой ресторан, айналайын, балам, иди отдыхай дейді ғой. Ал қазір мен любой жерге баламды айталам, маған давай 2 миллион зарплат бер. И тулит саған. Мен сенің ресторан жүргізем, без проблем. Тулит, потому что менде личный бренд қалыптастырған, опыт, Аллаға шүкір, бар, и каждым годом тоже развиваюсь, и жан-жақта жүрем да мен деген. Даже у меня даже айтылмай қалған тағда бір бизнес бар, балық коптить етем, сондай бір цехым бар шаған. Алдағы уақытта біле жатасыздар, хочу открыть Атырауда, тоже это эксклюзив, қазір план жазап отырмын. Рыбный маркет такой, грамотный, четкий, ішінде тірі балықтарымен, чтобы сен келесің, мына сазанды маған алып үйге алып кетемін. Не как на базаре, шыбын-шыбын болып атпай. Такой дәу аквариумда тұрады, сазан, осетрина, кәдімгідей арнайы бассейнді өсіріп, әкеліп қоямыз. И содан неше түрлі балықтан колбаса жасағымыз келеді, балықтан сосискелер, балықтан тушенкалер. Так как Атырау бізде славится рыбой, и сол рыбный индустрияны четко қылып дамытқым келеді. Сондай бір планым бар, иншалла, алдағы уақытта. Нормальный икра таба алмайсың ғой бізде дейді. Да, сондай бір... Анда бұтып қалады, Иә, бір
все по закону болады, барлығы как положено, и цены тоже будут приемлемые. И сондай бір атырауға бір Керемет. рыбный магазинный индустрия әкелгім келеді. Енді вобл, жерих, ол барлық жерде бар. Оны кішкене бір андай басқа жағынан әкеліп, неше түрлі там рыбный продукция өткенде неге барып келдің, Астраханға капец там неше түрі бар, балықтан рулет, балықтан неше түрлі там колбаса, самса, неше түрін жасап жатыр да балықтан. И вот иногда охота, почему бізде жоқ ондай деп бар ғой. Бәрі біз Атырауға келеді, балық жегісі келеді, а бізде дұрыс балықты жасайтын жер жоқ. Келісім. Қолдаймыз, Иә. көтереміз, барамыз. Бұйырса. Окей. Баке, үлкен рахмет. Және де бізде андай дәстүр бар. Анау сұхбатта Арушкин үздік комментарияға 50 мың теңге берді. Сен осы шығарылымда үздік комментарияға не бересің? Үздік комментарияға Өзің таңдап аласың, адамдар қалдырсын. Өзіміздің мейрамханамыздан 2 адамға ужин от шеф-повара. Ужин прям? Өзім істеп берем, салат, все как положено, өзім шығарып, авторский стейгімді подача жасаймын. Супер. 2 адамды целым бесплатно тамақтандырып жіберем. Келістік достар, біздің конкурсымыздың шарты комментарий тастау, арнаға біздің YouTube каналға тіркелу. Баке өзі үздік комментарияны таңдап алады, және үздікке ужин для двоих дейміз ғой. От шеф-повара Багдад Кук. Рахмет үлкен, Баке. Сізге рахмет, көп жобаларыңызға сәттілік, миллион просмотр болсын. Супер.